ескірген емес, ескіріп кеткен ғой. Бірінші көлікке өте әдемі келетін көлік сияқты. Өзбектердің стиліне кішкене келетін сияқты мынау. Nexia ма деп ойлап қалдым. Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай достар? Көріспегелі біраз болды, видеоны түсірмегелі. Достар, бүгін біз жүрілген көліктерді түсіретін боламыз. 990 мың теңгеден басталады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз бастадық. Ал енді бірінші көліктен бастайтын болсақ, бірінші көлік бізде Daewoo Nexia. Ақ түстісі. Алды жасалғаны көрініп тұр, боялған жерлердің барлығы көрініп тұр. Ақ түсті. Көлік 2012 жылғы екен. 2012 жылғы қозғалыштың көлемі 1/5 механикада, алдыңғы жетекті 225 мың километр жүрген. Іші матадан жасалған, жалпы енді 225 мың километр жүргенге сай. Пустая комплектация, қателеспесем, гор жоқ болу керек. Бағасы 990 мың теңге. Ақ түсті екен. Келесі дәл қасында Golf пятерка, кажется, қателеспесем. 2002 жылғы Golf автоматта. Іші матадан жасалған. Ортасы көк түсті, шеті қара түсті, салоны. Жалпы көлік 2002 жылы болса да ішкі жағдайы қатты ескірген деп айтылмаймын. 177 мың километр жүрген екен. Қозғалыштың көлемі 1/6 бензинмен жүреді. Бағасы 2.860.000 теңге. Сұр түсті екен. Жай баллондарда тағаланған баллондар, бетіне қалпақ кигізілген. Келесі бізде Peugeot 607. Сұр түсті. Титанды диск. Іші кожадан жасалған. Ескіргені көрініп тұр. Ескірген емес, ескіріп кеткен ғой. 2001 жылғы автоматта, қозғалыштың көлемі 3/0, алдыңғы жетекті. Бағасы 1.290 мың теңге. Үстінде люгімен. Жалпы француздар жақсы көретін адамдар болса, осындай көлікті көрсеңіздер болады. 2001 жылғы. Жүргені 263 мың километр. Mazda қызыл түсті. 4 есікті. Седан санағында. Жалпы өзім ешқандай қауіп көріп тұрған жоқпын қазірше. Көліктің ішіне назар аударайық. Көліктің іші матадан жасалған. Енді 208 мың километр жүрген екен. 208 мың километр жүргенге сай. Қозғалыштың көлемі 2/0. Автоматта. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 4.490 мың теңге. Осындай қызыл түсті бірінші көлікке өте әдемі келетін көлік сияқты. Түрі де әдемі, жағдайы да жаман емес. Келесі бізде Volkswagen Polo. Ақ түсті. Ондай тас тиген жерлер бар екен. Жалпы титанды дисктардан басылған, бірақ титанды диск кішкене сәнін ашпай тұрған сияқты, мен ойымша. Мынандай жастар қоймайды нәрсені, мен ойымша. Үлкен кісілер болмаса. Іші матадан жасалған, қатты ескірген деп айтылмаймын. 5 сатылы механикалық қорап. Қозғалыштың көлемі 1/6, 140 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті. 2014 жылғы. Бағасы, бензинмен жүреді. Бағасы 4.390 мың теңге. Lifan. Достар, қытайлық көлік іздеп жүргендер болса, міне Lifan. Негізі дисклерін қарасам, қалпағын. Өзбектердің стиліне кішкене келетін сияқты мынау. Дисклер, мынау алдындағы фаралары. Көлік кішкен, Nexia-ға ұқсап кетеді екен. Nexia ма деп ойлап қалдым мен бірінші. Іші былғардан жасалған,
Жолаушы жағы жақсы жағдайда, ал жүргізуші жағы кішкене ескіргені көрініп тұр. Қозғалысының көлемі 1,5, 85 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті 2016 жылға Lifan Solano 620 механикада. 5 сатылы механика. Жалпы 3 миллион 90 мың теңгеге. Свежий көлік іздеп жүргендерге. Мынадай көлік Mazda 1998 жылы екен. Мынандай жерлер бар, краскіленген, бет алып кеткен. Көліктің қалай шірігені көрініп тұр. Енді 98 жылғы көлік бұл. Не күтесің? Іші матадан жасалған, жүргізуші жағы, яғни толығымен ауыстыру керек сияқты. Жүргізуші жағынан тесіліп кеткен. Немесе бетіне не кигізілу керек. 98 жылғы 323 Mazda. Механикада 251 мың километр жүрген, қозғалысының көлемі 1,3, алдыңғы жетекті бензинмен жүріп, бағасы бар болғаны 750 мың теңге. Келесі бізде Toyota Corolla. Toyota Corolla қара түсті, титанды диск орнатылған, қара түсті. Көліктің ішіне қызырадық. Іші велюрдан жасалған, қатты ескірмеген. 2012 жылғы Corolla. Механикада 1,3, 263 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті. Бағасы 4 миллион 380 мың теңге. Қара түсті, мынандай іші терліп кетті, іштерінде суды кетіп түсті. Ал біз келесі көлікке өттік. Келесі көлік бізде Skoda Octavia. Универсал түрі. Тағаланған баллондарда ақ түсті. Мынандай саусақ кірпітетін жері бар екен. Қолым кесуға жаздады ма? Көліктің ішіне назар аударайық. Іші свежий енді. Өте жақсы жағдайда болып тұр. Көлік 2012 жылғы Octavia. Қозғалысының көлемі 1,6 автомат. 195 мың километр жүрген екен, алдыңғы жетекті. Бағасы 3 миллион 430 мың. Үстінде рейдингтары бар. Авто универсал мынандай. Жүк артқанға сондайға жақсы көлік. Келесі бізде Toyota Avensis. Көк түсті, қара қою көк түсті. Дискіленген титанды диск орнатылған. Көліктің ішіне назар аударатын болсақ, іші велюрдан жасалған, жалпы қатты ескірмеген. 2009 жылғы Toyota Avensis, қозғалысының көлемі 1,8, автомат. 248 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Бағасы 5 миллион 790 мың теңге. Келесі бізде Kia Rio. Жай дисклер орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген, сұр түсті, арты тонировка. Іші велюрдан матадан жасалған. Бағасы 3 миллион 990 мың теңге. Қозғалысының көлемі 1,4, механикада 2014 жылғы 154 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті. 3 миллион 990 мың. Kia Rio. Астыңғы подфарниктері кішкене сарғайып қалған. Детайлинг жүргізу керек, кішкене полировка жасап. Қателеспесем, мынау Mercedesті мен алдыңғы шығарылымда көрсеткен, осы жерде көрсете кетемін. 5 миллион 430 мыңға сұрап тұр екен мынау көлік. Алдында мынандай әдемі нелер бар. Ford. Келесі бізде Ford. Титанды дисктерде орнатылған. Тонировка жасалған, арты іші матадан жасалған. Қозғалысының көлемі 2,3, Ford Mondeo 2012 жылғы 147 мың километр жүрген, алдыңғы жетекті. Бағасы 4 миллион 760 мың теңге, яғни шетінен қарайтын болсақ, алдындағы терезесінің подогреві бар екен, жылытқышы. Ford Mondeo 2012 жылғы.
Lada Largus. Достар, мынандай көлік іздеп жүргендер талай ғой. Таза жұмыс істегенге жақсы көлік. Жай дискілер орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген, арты тонировка жасалған, үстіне жүк артуға дайындалып қойған. Көліктің ішіне назар аударайық. Іші матадан жасалған. Қатты ескірген деп те айта алмаймын, бірақ жалпы дайындалған, көлік тазаланған ішінің барлығы. 2017 жылғы Lada Largus. Қозғалысының көлемі 1.6 механикада 125 мың километр жүрген. Алдыңғы жетекті бағасы 2.990.000 теңге. Келсеңіздер, астынан номер тастап кетем. Келіп көріп кетсеңіздер болады. Chevrolet Aveo 2014 жылғы жай диск орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген. Яғни асты қара, үсті сұр түсті. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. Артқы есіктері былай ашылады, хэтчбек шанағында. Қозғалысының көлемі 1.6, 102 мың километр жүрген. Автомат, алдыңғы жетекті, 2014 жылы. Бағасы 3.690.000 теңге. Lada Sedan, баклажан. Универсал екен да бұл. Титанды диск. Асты жақсы жағдайда мұны. Үстінде рейлингтары бар, артында слабый тонировка болған, ауыстыру керек. Іші механикада, іші матадан жасалған. 2014 жылғы, және Priora 2, мониторды көріп тұрсыздар ма? Қозғалысының көлемі 1.5, 75 мың километр жүрген екен. Алдыңғы жетекті, алдыңғы терезесінің жылытқыштары бар, бағасы 2.990.000 теңге. Жақсы жағдайда ғой. 2.990.000-ға. Бірақ кішкене қымбаттау сияқты. Достар, осы шығарылымыз тамамына жетті. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.